Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен цезарь салатын дайындайтын боламыз. Егер де қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Бізге алдымен тауықтың төс еті қажет және оны маринадтауымыз қажет. Мен маринадқа керек дәмдеуіштің барлығын дайындап қойдым. Ендеше бір-бірден салып шығайық. Алдымен тұз саламыз, қара бұрыш, паприка және де ұсақталған құрғатылған чеснок және де кез келген тауыққа арналған приправа, яғни дәмдеуішті саламыз. Ең соңында зәйтүн майын қосып, ол болмаса кәдімгі сұйық май қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы маринадымыз бізде жарты сағат тоңазытқышта тұру қажет. Ендігі кезекте салатымыздың сухарийін дайындаймыз. Ол үшін бізге батон нан қажет болады. Батон нанды төрт бұрышты етіп, қатты үлкен қылмай турап шығамыз. Туралған батонымызды үлкендеу ыдысқа орналастырып, үстіне паприка және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан дайын батондарымызды противеньге пергамент қағазын төсеп, үстіне орналастырып, 160 градуста шамамен 10-12 минутта пешке салып аламыз. Мінекей біздің қытырлаған сухарилеріміз дайын. Енді соны бір ыдысқа салып аламыз. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін жаңағы маринадтап қойған тауығымыздың төс етін пергамент қағазының үстіне орналастырып, 200 градуста шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Тауықты духовкада ұзақ ұстамаған жөн, өйткені ол беті кеуіп, іші құрғап қалады. Мінекей салатымыздың барлық құрамдары дайын. Енді осының барлығын жинақтауымыз қажет. Ал ендеше бастайық. Алдымен бөдене жұмыртқаларын 10-12 минутта суға қайнатамыз, қабығын ашамыз және осылай барлығын екіге бөліп шығамыз. Енді помидорларымызды тураймыз. Менде ұсақ помидорлар, оларды мен 4-ке бөліп жатырмын. Ал егерде сіздер черри помидорын пайдаланатын болсаңыздар, одан да дәмдірек болады. Келесі кезекте бізде сыр пармезан. Оны мінекей күштің осындай ұсақ тісінен өткізіп шығамыз. Енді суыған тауығымызды осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Айсбергімізді жақсылап жуып, тазалап, қолымызбен осылай үзіп-үзіп, қатты майда қылмай бір ыдысқа орналастырамыз. Үстіне турап қойған помидорымыздың шетінен бір бөлігін және де бөдене жұмыртқасын салып, үстіне соусын салып, менде осындай дайын соустарды пайдаланамын, өте дәмді шығады. Осы соуспен бірге барлығын үшеуін жақсылап қатты мыжғыламай араластырамыз. Енді кез келген осындай жайпақ ыдысқа, менде осындай тарелка, осы тарелкамыздың үстіне дайындап қойған салатымызды орналастырамыз. Енді жан-жақтарына қалған помидор, жұмыртқа, тауық, сухари барлығын жан-жақтарына орналастырып әдемілеп шығамыз. Ең соңында ұсақтап күштен өткізілген сырымызды себеміз. Осымен біздің цезарь салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет.